45-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы хабарлы сөйлем. 33-ші жаттығу мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Мәтіннен хабарламаны тауып көшіріп жаз. Хабарламаның мәтіннен ерекшелігін тауып көр. Мәтіндегі хабарлама қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Хабарламаның мәтіннен ерекшелігі, өзгешелігі. Хабарлама қысқа және нақты жазылады. Онда тек маңызды ақпарат беріледі, неліктен және не істелмейтіні. Авторлық баяндау, оқиғаға сипаттау болмайды. Ресми түрде жазылады, мысалы соңында әкімшілік деп көрсетілген. Дәл сол сияқты хабарландыру да өзгешелігі сол. 34-ші жаттығу хабарламаларды оқы, оларда не туралы хабарланған. Шолпан, туған күніңмен құттықтаймын, Әсел. Шолпанды туған күнімен құттықтаған. Екінші хабарламада ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. Ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп алу керектігі туралы айтылған. Үшінші сөйлем 20 қаңтарда күтіп ал, екінші пойыз 8-ші вагон жанады. Үшінші хабарламада 20 қаңтарда екінші пойыздың 8-ші вагонынан жанатты күтіп алу керектігі хабарланған. Сөздер саны: бірінші сөйлемде 4 сөз, екінші сөйлемде 5 сөз, үшінші сөйлемде 6 сөз жазылған. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Онда неше сөйлем бар, оны қалай анықтадың? Біздің мектебіміз орталықта, мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта, біздің сыныптың оқушылары әдепті. Мәтінде сөйлемнің қай түрлі берілгенін айт. Ендеше балалар, тапсырманы бірге орындайық. Мәтінде неше сөйлем бар? Мәтінде 3 сөйлем бар. Қалай анықталды? Әр сөйлемде өзіне тән ой аяқталған. Бірақ мәтінде тыныс белгілері қойылмаған, ойдың аяқталуына қарай сөйлемдер бөлінді. Түзетілген мәтін: біздің мектебіміз орталықта, нүкте. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен, нүкте. Менің сыныбым 2-ші қабатта, нүкте. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Сөйлемнің түрі: барлық сөйлемдер хабарлы сөйлемдер, өйткені бір нәрсе жайлы хабарлап тұр. Мәтіннің атауы: менің мектебім. Шығармашылық үзіліс. 36-шы жаттығу. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелде. Біз көлге жақындадық. Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Әр сөзді айтқан кезде дауыс күшінің жоғарылап не бәсеңдейтінін анықта. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдеді? Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтініне көзіңді жеткіздің. Берілген сөйлем: біз көлге жақындадық. Хабарлы сөйлем екенін дәлелдеу: бұл сөйлемде бір әрекет туралы хабар беріліп тұр, яғни кім, біз және не істедік, көлге жақындадық деген ой айтылған. Сондықтан бұл хабарлы сөйлем. Сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Біз көлге жақындадық. Сөйлемнің соңында дауыс күші бәсеңдейді, өйткені сөйлем аяқталып, ой толық жеткізілді. Қорытынды: хабарлы сөйлемде дауыс соңында бәсеңдейді және ол бір оқиғаны, хабарды білдіреді. Балалар, тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.